Hello, сәлем достар. Қалайсыздар? Рамазан құтты болсын. Жаңа огород қазып, жақсы идеялар келіп жатыр. Сонымен бөліссем деп едім. Осы біз тамақ жегеннен кейін не үшін ұйқымыз келеді? Бір ойланып көрдіңіздер ме? Біз тамақ не үшін жейміз? Тамақты біз энергия алып, одан да көп жұмыс істеп, жүгіріп, оқып, сондай энергия алып, көбірек жұмыс істеу үшін жемейміз ба? Бірақ біз тамақ жесек, біз наоборот барып ұйқымыз келеді да. Не істейміз? Барып ұйықтаймыз. Немесе ұйқымыз келіп жүреміз. Біраз бұл тақырыпты не істедім, зерттедім де, өзіммен өткіздім. Оказывается, тамақ жеген кезде слишком көп энергия тамақты қорытуға кетеді. Бірақ тамақтың қандай түрін жедіңіз, соған байланысты екен. Өткенде біз бір видео түсірдік живой питание туралы. Біз живой заттар жеген кезде біздің алма болсын, салат болсын, сондай легкий заттар болсын, олардың ішінде и так не бар, ферменттер бар. Өзін қорытып, біздің энергиямызды көп алмайды. Бірақ біз көбірек өлі зат жесек, жареный, піскен, тағы да басқа процестен өткен, ол кезде біздің организмнің өзінің ферменттері не істейді екен, шығады екен да. Соны барып қорытады, сөйтіп біздің көп энергиямыз келеді екен. Сосын біздің жаңағы қанымыздың ішіндегі көп су алынады да, сол барып сол қорытады екен да. Біздің қанымыз қоюланып, сол кезде ұйқымыз қатты келеді екен. Мысалы, сіздер бір көріңіздер, ауыр тамақтың орнына бір простой, біраз банан, немесе салат, сондай бір жеп көріңіздер, ешқандай ұйқыңыз келмейді. Сондай бір эксперимент істеп көріңіздер, да? Тек қана мен айтқаныма сенбей. Менің ойымша, бүкіл біздің өміріміздегі осы ұйқы келу, обедтен кейін басқа да аурулары болсын, хронический аурулар бәрі 90-95 ол неге байланысты? Біздің тамақтануға байланысты. Мен сізге гарантия беремін. Өзім тексеріп көрдім. Көп ауруларым осы живой питание дейді ғой. Жаңа ашығу, голодание, ораза, осы заттар көбірек енгізіп, көп ауруларым Құдайға шүкір кетті. Енді бұл нәрсемен сіздермен де бөліскім келеді. Сіздер де бөліңіздер, оқыңыздар, ізденіңіздер. Аурумен келіспеңіздер, болды, өмір бойы осы аурумен де болады деп. Жоқ, даже өте қатты аурулар да, рак сияқты да, тағы да басқа, менің оқығаным, зерттеген бойынша адамдарды кеткен екен. Ол бір машинаға өмір бойы бір жаман май құйсаңыз не болады? Оның бүкіл трубалары, бүкіл двигатель бәрі кетеді ғой. Тура сөйтіп біздің де организм жаман тамақтанса, оның несі көптеген аурулары шыға бастайды. Мен бұған сенімдімін. Сол үшін бүгін жаңағы дұрыс тамақтанудың тағы да бір методикасын сіздермен бөлісейін. Тамақ жеген кезде неден бастау керек? Ең бірінші, тамақты көп араластырмау керек. Не надо все смешивать. Микс дейді ғой, микс ағылшынша. Мысалы біз не істейміз? Первый жейміз, второй жейміз, нан қосамыз, сосын сразу шай басып жібереміз үстінен. Одан кейін жаңағы печенье, одан да тоқтамай не істейміз? Фрукты, бәрін бірнеге тығамыз да, сөйтіп кете береміз. Біз ойлаймыз, ол үлкен бір не сияқты, пеш сияқты, не лақтырсам да жана береді. Ондай емес екен. Бір эксперимент істеп көріңіздер, өте қызық. Бір кастрюляға, бір қазанға, сіз бүкіл бір отырғанда жейтін заттарыңыз бәрін салыңыздар да, блендер бар ғой, блендер миксермен бәрін араластырып, каша істеңіздер да, соны жеп көріңіздер. Ұнайды ма екен сізге? Енді биология тұрғысынан әр тамақтың өз несі pH, кислотность дейді ғой, қышқылдық деңгейі, одан кейін жаңағы acid, қышқылдар бар, бейз бар, основание дейді. В общем, қысқаша айтатын болсақ, әр тамақтың өз қорытылу нелері бар, ыңғайлы жағдайлары бар да. Лучшие условия для переваривания. И егер біз бәрін араластыратын болсақ, біздің организм не істейді? Оны қорытуға қиналады. Өйткені мына жақта алма бар, мына жақта ет бар, мына жақта нан бар, мына жақта шай бар. Бәрін бір уақытта қорыту үшін әр түрлі ферменттер керек та.
организм сол үшін бүкіл энергиясын жұмсайды да қатты ұйқысы келеді. То есть біліңіздер, ұйқы келу тамақтың ол бір нормальный нәрсе болмау керек. Бізде просто нормальный болып кетті да. Қазір барып ұйықтай саламын деген сияқты. Жоқ, тамақты біз энергия алып, одан да көбірек энергичный болып жүгіру үшін жейміз. Соны ұмытпаңыздар. Тамақ сол үшін жаратылған. Енді біріншіден араластырмау керек. Чем меньше смешивайте, тем лучше. Қазір уақытта оны раздельное питание деген бар. Оны и так-то білетін шығарсыздар. Separate eating. Чем меньше смешивайте, тем сіздің организмға лучше. Осыны запомните. Жайлап азайтайық. Бір отырған кезде, мысалы, тамақ іштік, первый, второй салат болды. Біраз ара берейік, 1 сағат болсын, қанша. Содан кейін келіп шай ішейік. Осыдан бастайық, мысалы. Уже осы раздельный питание енгізген кезде денсаулық мынандай. Health becomes super fantastic. Одан кейін енді раздельный питание деген кезде бір оның реті болады, неден кейін нені жеу керек. Мысалы, сіздермен бөлісейін, тоже биология тұрғысынан, ең бірінші жейтін болсаңыздар, не жеу керек? Фрукты, жеміс, әртүрлі, мысалы, сок, ішетін болсаңыз су ішіп алыңыз. Не үшін ондай? Алма, басқа да фруктлар бар, ол қант, сахар, sugar. Ол не істейді? Біздің ағзамызға барып сразу асқазанда қорытылады да, ары қарай кете береді ішекке. Біз ауыр тамақтан кейін, еттен кейін оны жейтін болсақ, ол не істейді? Ет, ауыр тамақтар ұзақ қорытылады ғой. Сол үшін не істейді? Ол өтамайды да, үстінде тұрады. Асқазанның ең үстінде тұрады. И сахар не істейді? Ұзақ уақыт. Егер неде бір жерде тұратын болса, оны начинает бродить. Брожение деген ағылшынша fermentation. Чисто биология ғой. И сосын карбон диоксид газ пайда болады. Сосын меня живот пучит, бір нәрсе ішім ауырып жатыр, анау деп біз фруктларды не істейміз? Кінәлаймыз. Сол үшін ұзын әңгіменің қысқасы, желательно фрукты ең басында, сок болсын, басқа зат коктейль болсын, фруктовый заттарын басында ішіңіздер, содан кейін өзіңіздің басқа тамақтарын жесеңіздер ең дұрыс осы болады. Бірақ біз үйреніп қалдық қой. Біз үшін ол қиын болуы мүмкін. Қиын болатса, сіз не істеңіздер? Тамақ ішіп болыңыздар, біраз ара беріңіздер, бәрі қорытылып асқазан босасын да, одан кейін не істейсіздер? Өз алма, банан, фруктларыңызды жей бересіздер. Ең дұрыс болса. Қазіргі уақытта даже мысалы ашығу кезінде, голодание кезінде, мысалы ораза кезінде ауызашарға бостан босқа айтпайды ғой. Бірінші финик жеу керек, бірінші біраз фруктовый салаттар, жеңіл заттар жеу керек та. Өйткені организм күні бойы тамақ жемейді, сосын бац етіп сразу ет түссе, ол немене мынау деп қиналып кетеді да. Оны жайлап жүріп дайындау керек. Міне саған біраз фрукты, жеміс жидек, міне саған салат деп оянады, ол қорытуға дайындалады да. Содан кейін өз басқа ауыр тамақтарымыз бере береміз. Вот. Кішкентай бір жерде пауза істейін. Қазір ашығу, голодание болады ғой, организм. Ораза ұстап жатырмыз, Сіздерге кішкентай бір совет, лайфхак дейді. Таңертең тұрған кезде настрой өте маңызды. Настрой. Мен бүгін мысалы күні бойы организм тамақ жемейді. Соған өзіміз дайындау керек, ниет етуіміз керек. Қорықпау керек. Ойбай, тамақсыз қалдым, сусыз қалдым, не істеймін, үйде жатып, ешнәрсе істемей демалып, ол дұрыс емес. Дұрыс настрой істесек, организм оған дайындалады. Так, бүгін тамақ су берілмейді. Сол үшін мен сондай режимде істеуім керек. Мидың бәрі соған дайын болады да. И positive thinking, позитивно ойлайық. Негативно ойламай қойыңыздар. Ойбай, тамақсыз қалдым деп. Көбірек адам не болу керек? Занятой болу керек. Жұмыс көбірек істеу керек. Мысалы, қазір мен огород қазып жатырмын. Одан кейін барып тағы жұмыстар істеймін. Кітап оқимын, өзімді басқа нерде дамытамын, ағылшын оқимын деген сияқты. Адам бос болмаса, ойың бәрі тамақта болмайды да. Бос қалған адам қатты қиналады. Соны ұмытпаңыздар. Енді қайтып келейік. Біздің тамақтануға раздельное питание айттық. Бірінші фрукты, все легкое, потом ауыр заттар жеңіздер. Немесе ауыр заттар жегеннен кейін ол қорытылып болсын, асқазан босасын, и одан кейін өзіңіздің жақсы көретін басқа ауыр тамақтарыңызды жей бересіздер. Вот осыны қорытындылайтын болсақ, біздің өміріміз, Құдай қаласа,
90-95% біздің тамақтануға байланысты. Бұны ұмытпаңыздар, құрметті достар. Сіздердің денсаулықтарыңыз маған өте маңызды. Бәріміз осындай бөлісейік. Мен білетінім бөлісем, өйткені мне важно ваше здоровье. Біз деніміз сау болса, бәрі мықты болады, настроение мықты болады, қарым-қатынас жақсы болады, өзімізді дамыта аламыз, басқаларға көп көмектесе аламыз. Поэтому эгоист болу емес ол. Бірінші өзімізді дұрыстап алайық, өзіміздің денсаулығымызды дұрыстап алайық. Қазіргі уақытта сіздерге денсаулық тілеймін. Как раз көктем келіп жатыр. Қазір болмаса қашан, біз болмасақ кім? Бір бастап көріңіздер. Аз-аздан жайлап, көбірек живой питание, көбірек ашығу, көбірек спорт енгізетін болсақ, қалғандар өзі азаяды. Мысалы, жареный заттар азайтайық, тағы да басқа түрлі қант, печенье, кәмпит деген заттардың бәрін жайлап азайтайық. Оның пайдасы өте аз. Хотите быть живым? Давайте вместе употреблять живой дейді ғой. Енді көп рахмет. Сұрақтарыңыз қалып жатса, комментарий жазыңыздар. Осы қазір ораза кезінде көп бос уақытыңыз бар. Ол бос уақытты жақсылап тұрып қолданайық. Өзімізді дамытуға. Көп туған туысқан аман болсын. Бір-бірімізді құрметтейік, ренжітпейік. Және қош сау болыңыздар. Goodbye.